Армысыз қазақ елім, салт дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қалың мал дәстүрі туралы айтатын боламыз. Әдеттегідей ақпаратты екі тілде айтатын боламыз. Бірінші қазақ тілінде, сосын орыс тілінде. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып, лайк басып, қолдай отырыңыздар. Ендеше бастайық. Қалың мал қазақ тілінде дәстүр кәдеге жатады. Құда түсу рәсімі келісілген соң, дала заңы бойынша күйеу жағы қалың мал төлеуге тиіс. Бұл қазақ болғалы бұлжымаған ежелгі дәстүр. Оның мөлшері құдалардың дәрежесі мен дәулетіне байланысты екі жақ келісе отырып шешіледі. Бұрынғы кедейлер арасындағы қалың мал мөлшері 5-6 малмен тынса, ірі байлар арасында 200-500 мың жылқыға дейін жеткен. Би мен байлар, хан мен төрелер арасында қалың мал үстіне 5 жақсы деп аталатын 5 түйеге қосып бір жетім қыз күң, аяқ жақсы деп беретін 3 түйеге қоса бір еркек жетім құл бергендікті кейбір деректер арқылы да белгілі. Қалың малдың 47, 37-нің бүтіні, 37, 37-нің жартысы, жақсылы 37, 27, 17, домалақ қалың мал, домалақ бата сияқты түрлері болған. Мұның сыртында той мал, сүт ақы, күйеу апаратын ілу, өлі тірі апаратын тағы басқа көптеген бағалы кәде жоралар да болады. Бұған кеңес үкіметі кезінде қызды малға сату деп қара күйе жағылып келді. Ал шындығында қыздың жасауы қалың мал мөлшерінен кем болмаған. Демек, бұрынғы дала заңында бұл ескерілген сияқты. Әрине, қалың мал құдалардың дәулетіне байланысты болған. Бұл істе әркім өз шама шарқына қарай белгілеген. Бұрынғы заманда қалың мал байлық пен мырзалықтың дәрежесін әйгілейтін көріністің айғағы болғаны шындық. 19 ғасырдың алғашқы ширегінде кіші жүзде байсақал мен орта жүзде сапақ құда болған. Сонда байсақалдың қызының қалың малы 500 жылқы болған. 300 жылқы қара малы, 100 жылқы үйге кіргізері, 100 жылқы той малына кетіпті. Достар, қазақ халқының тағы да осындай салт дәстүрлерін білгілеріңіз келсе, тіркеле отырыңыздар. Келесі кездескенше. Доброго времени суток, наши дорогие слушатели! Добро пожаловать на наш канал «Салт дәстүр казахского народа». Сегодня мы будем обсуждать традицию қалың мал, что в переводе означает «колым невесты». После официальной части сватовства по обычаю казахов сторона жениха должна была уплатить колым, который выплачивался в основном скотом. Его размеры зависели от достатка и состояния сватающихся. Если среди бедных сватов колым ограничивался 5-6 головами скота, то между крупными баями он составлял от 200-500 до 1000 лошадей. Помимо этого учитывался скот для угощения на свадьбе, дары за молоко матери невесты, сүт ақы, усопшим и живым, өлі тірі, подарки со стороны жениха, кәде и множество других даров по обычаю. В годы советской власти, как могли, чернили эти традиции и обычаи, говоря, что девушек меняют на скот. А ведь приданое жасау девушки обычно не уступало по своим размерам колыму. Объем колыма зависит от состоятельности сватов. Если колым состоит из 10 голов рогатого скота, он называется дөңгелек қалың, то есть округленный колым. Если мелкая живность заменяется на 1-2 лошадей, балама қалың.
замененный Колым. В процедуре уплаты Колыма есть свои нерушимые правила. Одна лошадь вручается конюхам, что называется курхбау. Один баран отдается чабану, косахбау. При благословении также вручается скот, келен теля, что в переводе означает язык невестки. Этот дар платится по поверью за здоровье дочери. Если его не сделать, то будущая сноха может потерять дар речи. Друзья, на этом все. Если хотите знать еще больше традиций и обрядов казахского народа, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. До скорой встречи!